Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4-ші сынып 112-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі өтетін біздің сабағымыздың тақырыбы дұрыс және бұрыс бөлшектер. Енді балалар, бірінші есепке қарайық. Диаграммаға қарап, балалардың жауабын бағала және өз пікіріңді білдір дейді. Әлия мен Арман сыныптастарының арасында жер бетінде су қорын сақтау үшін не істеуге болатыны туралы сауалнама жүргізді. Енді осы сауалнама бойынша бізге диаграмма берілген, диаграммада пайыздар көрсетілген, соны табайық. Бірінші бізге қара көкпен берілген, өзінен бастау деген бұл 49%-ды қамтыды. Келесі қызылмен көрсетілген, үкіметтен қатаң экозаң енгізуді талап ету бұл 8%-ды қамтыды. Енді жасылмен көрсетілген табиғатты қорғаудың маңызы туралы үгіт жүргізу 26%-ды қамтыды. Күлгін түспен берілген ештеңе істей алмаймыз деген 5%-ды қамтыды. Ал көкпен берілген маған қатысы жоқ деген 9%-ды қамтыды. Және білмеймін деген ең соңғысы бұл 3%-ды қамтыды. Екінші балалар, екінші есепке қарайық. Екінші есептің асы тапсырманы орында. Сан сәулесіндегі бірлік кесінді неше бөлікке бөлінген? Қай бөліктер жазылмаған? Оларды ата, кесінді сызып, әр бөлікті белгілеп көрсет дейді. Бізге бүтін санмен берілген бірге дейінгі, бірақ бұл бір кесінді 6 бөлікке бөлінген. Сол себепті 6-дан 1, 6-дан 2 деп көрсетілген. Енді жазылмаған бөліктерді әрі қарай жазып жалғастырайық. Яғни 6-дан 2-ден кейін 6-дан 3, 6-дан 4, 6-дан 5 және 1-ді 6-дан 6 деп жазсақ та болады. Себебі 6-дан 6 ол бірге тең. Яғни кесінді 6 бөлікке бөлінген. Келесі екінші есеп тағы әсі, яғни тапсырманы орында дейді. Боялған бөліктерді көрсететін бөлшектерді жаз дейді. Яғни бізде бірінші және екінші бөліктер берілген. Біріншісінде бұл жерде 6 бөлікке бөлінген, және оның 2-еуі боялған. Екіншісінде 6 бөліктің 6-ауы да боялған. Сонда оны біз 6-дан 2 және 6-дан 6 деп жазамыз. Енді осы бөлшектердің қосындысын тап, алынған бөлшек бірден үлкен бе әлде кіші ме дейді. 6-дан 2-ге 6-дан 6-ны қосамыз. Сонда бізде 6-дан 8 болады. Бұл жерде 6 бөлімі, ал 8 алымы болады. Енді бұл 6-дан 8 бірден үлкен болады. Бұл бұрыс бөлшек. Енді ережеге қарайық, есіңде сақта. Бөлімі мен алымы бірдей бөлшек бір санына тең болады. Яғни 6-дан 6 бұл бірге тең, 6 бөлу 6 дегенді білдіреді. Енді алымы бөлімінен кем болатын бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады. Дұрыс бөлшек әрқашан бір санынан кем болады. Сонда 6-дан 1 бұл бір санынан кіші. Және 6-дан 3 те бір санынан кіші. Алымы мен бөлімінен артық немесе тең болатын бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Бұрыс бөлшек әрқашан бір санынан артық немесе тең болады. Яғни 4-тен 8 бұл бірден үлкен, ал 4-тен 4 деген ол бірді білдіреді. Яғни бірге тең болады. Сол сияқты 8-ден 8 деген де бірмен тең болады. Келесі бізде үшінші есеп. Сан сәулесін сыз. Сан сәулесінде 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 8 және 4-тен 12 бөлшектерін белгіле дейді. Бұл жерде бөлімдерінің 4 деп жазылу себебі бізден 0-ден 4-ке дейін бүтін сандар берілген. Және оларды 4-тен 1 бөлігі деп белгілеген. Енді 4-тен 2-ні белгілейміз. 4-тен 1-ден кейін 4-тен 2 және одан кейін 4-тен 3 болады. 4-тен 4 деген ол 1 деген жерге сәйкес келеді. Яғни 4-тен 4 дегеніміз ол 1 деген мағынаны білдіреді. Және 4-тен 12 бұл 3 деген жерге сәйкес келеді. Яғни 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Енді бізде әсінде бұрыс бөлшектерді көшіріп жаз, оларды бірлікпен салыстыр, бұрыс бөлшектерді сандардың бөлінісі түрінде жазып, ережені тексер дейді. Бұл жерде бізде бұрыс бөлшектер 4-тен 4, 4-тен 8 және 4-тен 12. Енді 4-тен 4 дегеніміз бұл бізде 4 бөлінген 4 дегенді білдіреді. Яғни ортадағы сызық бізді бөлуді деген мағынаны білдіреді. Келесі 4-тен 8 дегеніміз 8 бөлінген 4 дегенді білдіреді, ол бізде 2-ге тең. Ал 4-тен 12 дегеніміз 12 бөлу 4 дегенді білдіреді, ол сонда 3-ге тең болады. Енді 1-мен салыстырамыз. 4-тен 4 дегеніміз бұл 1-ге тең. Демек
1-мен салыстырған кезде екеуі тең болады. 4-тен 8 деген ол бізде 2-ге тең, иә, демек 2 1-ден үлкен болады. Ал 4-тен 12 дегеніміз бізде 3-ге тең, 3 1-ден үлкен болады. Енді бізде 4-ші тапсырманы орында. Әр суреттегі үлестердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. Олардың бірлікпен салыстыр. Теңсіздіктер жаз дейді. Енді А суретінде бізге берілген суретте біріншісі 3 бөлікке бөлінген және үшеуі де боялған. Екіншісі бізде 3 бөлікке бөлінген, бірақ біреуі ғана боялған. Сонда оны біз 3-тен 3 және 3-тен 1 деп аламыз. Енді екеуінің қосындысы түрін жазу керек. 3-тен 3-ке 3-тен 1-ді қоссақ бізде 3-тен 4 болады. Енді оны 1-мен салыстырамыз. Сонда бізде бұрыс бөлшек көп болады. Яғни ережеге сәйкес болып тұр, иә. Енді әсінде бізге дөңгелек берілген. 2 дөңгелек берілген. Біріншісі 4 бөлікке бөлініп, 4-еуі де боялған. Екіншісі 4 бөлікке бөлініп, 3-еуі боялған. Демек, бұл жерде 4-тен 4 және 4-тен 3 болады. 4-тен 4-ке 4-тен 3-ті қоссақ, бізде 4-тен 7 болады. Енді 4-тен 7 бұл да 1-ден үлкен болады. Енді Б-сында бізге 8 бөлікке бөлінген, біріншісі 8-де боялған, ал екіншісінің 3 бөлігі ғана боялған. Сонда бұл 8-ден 8 және 8-ден 3 болады. Екеуін қоссақ 8-ден 11 болады. Бұл жерде де тура солай, 8-ден 11 бұл 1-ден үлкен болады. Келесі 5-ші есепте суретті дәптеріңе сал. Бөліктерін бұрыс бөлшек болатындай боя, әртүрлі нұсқаларды қарастыр дейді. Енді бізге 5 бөлікке бөлініп тұр, иә. Біріншісін 3-еуі боялған деп, екіншісін 4-еуі боялған деп алсақ, сонда біріншісі 5-тен 3, екіншісі 5-тен 4 болады. Енді екеуін қосамыз. 5-тен 3-ке 5-тен 4-ті қоссақ, 5-тен 7 болады. Ал екінші нұсқасында бізде енді бұл жерде біріншісінде 2 бөлігі боялған, екіншісінде 4 бөлігі боялған деп алсақ болады. Сонда бұл жерде 5-тен 2 қосылған 5-тен 4 болады. 5-тен 2-ге 5-тен 4-ті қоссақ, бізде 5-тен 6. Яғни екеуі де бұрыс бөлшектер. 6 есептерді шығар. Асы ұзындығы 25 см, ал ені ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне тең болатын тіктөртбұрыш жіктемеге ұзындығы қандай білте таяқша қажет болады дейді. Яғни есептің шартын жазамыз алдымен. Бізде ұзындығы А 25 см, ал ені В белгісіз, бірақ осы ұзындығынан, яғни 5-тен 1 бөлігіне тең дейді. Периметрін табуымыз керек. Шешуі бірінші біз осы енін тауып алуымыз керек. Ол ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне тең дейді. Яғни оны 5-ке бөліп 1-ге көбейткенге тең. Сонда 25-ті 5-ке бөліп 1 бөлігін алғанға тең болғанда оны 1-ге көбейтеміз. Бізде 5 см болады. Сонда бізде ұзындығы 25 см, ал ені 5 см болды. Енді периметрін табамыз. Периметрдің формуласы А қосылған В көбейтілген 2. Сонда периметр тең 25-ке 5-ті қосып 2-ге көбейтеміз. 25-ті 5-ке қоссақ 30, 30-ды 2-ге көбейтсек 60 болады. Сонда бізге 60 см білте таяқша қажет болады. Екінші әсінде тіктөртбұрыш пішінді бақшаға қоршау қажет. Бақшаның ұзындығы 80 метр, ал ені ұзындығының 8-ден 1 бөлігіне тең. Қоршаудың жалпы ұзындығы қанша болуы тиіс дейді. Бұл жерде де бізге екіншісі, яғни ені белгісіз және периметрін табуымыз керек. Есептің шартын жазайық алдымен. А тең 80 метр. В белгісіз, бірақ осы ұзындығының 8-ден 1 бөлігіне тең. Сонда шешуі деймізде, бұл жерде В-ны тауып аламыз. 80 метрдің 8-ден 1 бөлігі деген, оны 8-ге бөліп 1-ге көбейткенге тең. Сонда 80-ді 8-ге бөліп 1-ге көбейтсек, бізде 10 метр болады. Енді периметрін табамыз. Тура жаңағы формула А қосылған В көбейтілген 2. Сонда біз П тең деп 80-ге 10-ды қосып, оны 2-ге көбейтеміз. 80-ге 10-ды қоссақ 90, 90-ды 2-ге көбейтсек 180 метр болады. Сонда қоршаудың жалпы ұзындығы 180 метр болуы тиіс. Келесі бізде Б-сы. Сым темірдің 4-тен 1 бөлігі, яғни 16
метрі кесіп алынды. Сым темірдің жалпы ұзындығы қандай дейді. Бұл жерде 16 метр кесіп алынды дейді, яғни 4-тен 1 бөлігін. Сонда 16-ны 4-ге көбейтеміз, 64 метрге тең болады. Жауабы сым темірдің жалпы ұзындығы 64 метр болған. Енді бысы. 1 жылдың 6-дан 1 бөлігі қанша ай болады дейді. 1 жыл дегеніміз білеміз, ол 12 айға тең. Сонда біз 12-ның 6-дан 1 бөлігі дегеніміз 12-ні 6-ға бөліп 1-ге көбейткеніне тең. 12-ні 6-ға бөлсек 2, 2-ні 1-ге көбейтсек 2. Сонда жауабы 2 ай болады. Келесі 7-ші есеп. Есепті тексер дейді. Біріншісі 5.670.876-ға 8.767-ні және 34.670-ті қосуымыз керек. Сонда есептің жауабы бізде 5.714.313 болады. Екіншісі 679.743-ге 9.087.409-ді және оған 675-ті қосуымыз керек. Сонда есептің жауабы екіншісі бізде 9.467.827 болады. Енді үшіншісі 876.092.300-ден азайтамыз 5.609.876-ны. Сонда есептің жауабы 870.482.424 болады. Келесі 4.298.994-ті 714-ге бөлуіміз керек. Жауабы 6.021 болады. 3.989.007-ні 407-ге бөлсек 9.801 болады. 3.883.819-ді 641-ге бөлсек 6.059 болады. Келесі 8-ші есеп. Өзендердің арнасын тазалауға ақша жинау үшін су ресурстарын қорғау қайырымдылық марафонын дүйсенбі мен жұма аралығында өткізілді. Диаграмманы қара. Кіру билеті 1250 теңге тұрады. Алғашқы 2 күнде қанша ақша жиналды және барлығы қанша ақша жиналды дейді. Енді бұл адамдардың қанша келгендігін табу үшін біз бірінші диаграммаға назар аударайық. Бірінші бізден сұрап тұрғаны алғашқы 2 күн дейді. Яғни бұл дүйсенбі мен сейсенбі күндері. Дүйсенбі күні бізде 10 мен 20-ның аралығында тұр, сонда 15 адам келген. Сейсенбі күні бізде 30 адам келген. Сонда біз 15-ке 30-ды қосып, оны осы билет құнына көбейтеміз. 15-ке 30-ды қоссақ 45 болады, 45-ті 1250-ге көбейтсек 56.250 теңге болады. Енді екінші бізде сұрап тұрғаны барлығы қанша ақша жиналды дейді. Алдымен адамдардың санын тауып аламыз. Дүйсенбі күні 15, сейсенбі күні 30, ал сәрсенбі күні бізде 20 мен 30-дың аралығында тұр. Тура ортасында. Демек ол 25 деген сөз. Кейінгі бізде бейсенбі күні 40 пен 50-дің ортасында тұр. Демек ол 45 адам деген. Және жұма күні 35 адам келген. Енді осының барлығын қоссақ бізде 150 адам болады. Яғни дүйсенбіден жұмаға дейін 150 адам келген. Енді оны біз кіру билеті құнына көбейтеміз 1250 теңгеге. 150-ге 1250-ді көбейтсек 187.500 теңге болады. Сонда есептің жауабы алғашқы 2 күнде 56.250 теңге жиналды, барлығы 187.500 теңге жиналған. Келесі 9-ші есеп. Ондық разряды 8 цифры болатын 3 таңбалы сандардан 6 теңсіздік құрастыр дейді. Ондық цифры дегеніміз, яғни ол екінші тұрғаны осы 8 болу керек. Енді теңсіздіктер құрастырайық. Бізде бірінші саны 8-ден кіші болу керек. Сонда біз 184, 285-тен кішкентай, 282, 381-ден кіші, 486, 589-дан кіші. Енді төртіншісі 581, 881-ден кіші, 888, 889-дан кіші, 188, 189-дан кіші болады. Әрі қарай бізде 10-ші есеп бөлшектерді салыстыр дейді. Бізде бөлшектердің барлығының бөлімдері бірдей, тек қана алымдары әртүрлі. Енді соларды салыстырайық. Демек біз алымдарына қарап салыстырамыз. 6-дан 5 үлкен бе, әлде 6-дан 2 үлкен бе дейді. Бұл жерде әрине 6-дан 5 үлкен болады. 12-ден 3 немесе 12-ден 6. Бұл жерде 12-ден 6 үлкен болады. Келесі 20-дан 1 және 20-дан 3. Бұл жерде 20-дан 3 үлкен болады.
10-нан 7 және 12-ден 7. Бұл жерде 10-нан 7 үлкен болады. 7-ден 4 және 12-ден 4. Бұл жерде 7-ден 4 үлкен болады. 12-ден 28 және 12-ден 60. Бұл жерде 12-ден 60 үлкен болады. 100-ден 13 және 100-ден 13. Екеуі де бірдей, яғни екеуі тең. 190-нан 45 және 900-ден 45. Бұл жерде 190-нан 45 үлкен болады. Міне балалар, бүгінгі 112-ші сабағымыз осымен аяқталды. Менің келесі сабақтарымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеома лайк басыңыздар.